Қазақ күресінің жанкүйерлері үшін жағымды жаңалық. Республикалық Қазақстан барысы турнирі биыл ерте бастау алды. Демек, жеңімпаздың есімі де бұл жолы дереу белгілі болмақ. Дүбірлі дода елорданың 15 жылдығына орайластырылып, ақтықсын өткен жылдағыдай күзде емес, маусым айының соңында ұйымдастырылады. 2012 жылдың аяғында Самұрық Қазына әл-ауқат қоры Астана деген президенттік кәсіби спорт клубын құрды. Сол Қазақстан барысы турнирі сол клубының ең маңызды жобалардың бірі болып саналады енді. Самұрық Қазынаға мен тағы да үлкен өз ризашылығын білдіргім келеді. Нұр Отан партиясына, біздің мына агенттікке, басқа да мына атсалысатын қалалық әкімдікке, мынау Астана қаласының әкіміне. Осы енді жылдан жылға осындай деңгейі жоғары көтеріп, біз өзіміз сүйіп, осылай көтеретін болсақ, біздің ұлттық күресіміз келешекте сол Азия ойындарынан, сол Олимпиада ойындарынан көрсетпе деген тілек бар. Самұрық Қазына жарыстардың бас демеушісі. Қорғалдауымен құрылған кәсіби президенттік спорттық клуб тарапынан тікелей жәрдем көрсетілмек. Ұлттық спорттың жанашырлары аталмыш турнирдің тәрбиелік және әлеуметтік мәнін ерекше атап өтуде. Бұл жобаның өзіндік әлеуметтік маңызы да бар. Себебі талантты спорт жастар үшін, әсіресе ауылдық деңгейдегі, ауылдан шыққан спорт жастар үшін бұл да өзін танытудың шеберлігін, тәжірибесін дамытуға мүмкіндік беретін жобалардың бірі. Нұр Отан халықтық партиясының өкілдері жарыстың қаншалықты әділетті өтетінін бақылайды. Іріктеу шаралары әдеттегідей республиканың барлық аймақтарын қамтуы тиіс. Біз көңілді ауылдық, аудандық жердегі жарыстарға ерекше көңіл бөлуіміз қажет сияқты. Облыстық деңгейде, республикалық деңгейде ұйымдастыру жағын қазір қолға алып жақсы деңгейге қойған сияқтымыз. Бірақ сол ауылдық, аудандық жерлердегі жарысты бақылап, соны дұрыс өткізіп, неге десең, бұқаралық біздің дамуымыз соған байланысты. Сол ауылдық, аудандық жерлердегі көңілге сосы жарыстың ұйымдастыруына. Аз уақыттың ішінде Қазақстан барысы нағыз халықтық жобаға айналып үлгергендей. Ұйымдастырушылардың айтуынша сайысты халықаралық деңгейге шығару бойынша қадамдар жасалып жатыр. Ал еліміздің ең үздік палуаны қазірден бастап анықтала бастайды. Қатысам деушілердің барлығына есік ашық.